автокөлік. Экономисттегі мақала атауы электрокар өндірісімен айналысатын Лейпцигтегі BMW зауытында металл құймаларының гүрсілі естілмейді. Шанақ жинау процесі машина жасаудан гөрі тоқыма ісін көбірек еске салады. Көлік құрастырылуының бастапқы кезеңі Жапонияда пластиктен жасалған жіптерді ораудан басталады. Америкаға жеткізілген бұл жүк көміртек талшықтарымен бірге иіріледі. Содан кейін Германияда бұл жіптерден болашақ шанақ жасайтын құрама беттер тоқылады. Лейпцигте оған керекті пішін беріп, шайырмен өңдейді. Осылайша жеңіл әрі төзімді шанақты құлтемірлер жинайды. Түрлі субстанциялардың қасиеттерін зерттеу саласы дамыған сайын материалдар әлеміндегі жаңашылдықтар жалғасын таба береді. Алдағы 5 жылда инженерлер материал геномын немесе оның негізгі қасиеттерінің тізімін жасақтайды деп топшылайды экономистің инновация бөлімінің шолушысы Пол Маркелли. Егер бүгінде ғалымдар материал ойлап табу үшін тәжірибе өткізіп, сәтті шыққанда ғана жеміске жетсе, келешекте керекті қасиеттерді компьютерге енгізсеңіз, талабыңызға сай дүниелердің тізімін беретін болады. Бұл түпкі мақсатқа жету жолын әлдеқайда жеңілдетеді. Бүгіннің өзінде ғалымдар күніне бір жаңа материал ойлап табады екен. Радиациялық жарылыстан зардап шеккендер неге кемсітушілікке тап болады? Бұл сауалға жауапты жапондық JB Press тілшісі Томохиро Морита іздеп көріпті. Тілші беларустармен Фукусимадағы жарылыс туралы әңгіме қозғағанда, Жапониядағы радиация деңгейі әлдеқайда төмен, және ол жақта кемсітушілік, яғни дискриминация мәселесі жоқ деп жауап беріпті. Алайда Морита күншығыс елінде де жуырда Фукусимада өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасына қатысты қауесет тарағанын еске салады. Адамдар ауру жұқтырудан немесе бақилық болудан қорқады. Сол себепті де радиациядан зардап шеккендерге қатысты көзқарастары өзгереді. Осы ойдың нәтижесінде кемсітушілік пайда болады. Томохиро Маританың ойы осыған саяды. Бұл мәселені шешіп, жеңу үшін ең алдымен адамдар теңдігі туралы сауал көтеру керек. Біріншіден, нақты фактілермен дәлелденуі тиіс. Мәселен, Фукусима аумағындағы саңырауқұлақты алып тексерсеңіз, әлбетте одан цезий табылады. Алайда өзге ауыл шаруашылығы өнімдерінде зиянды заттар жоқ. Оған қоса Фукусиманың дәл қасында орналасқан Сома, Минами Сома және Иваки елді мекендеріндегі оқушыларды медициналық тексеруден өткізген. Олардың 99%-ның ағзасында радиацияның ізі де табылмапты. Қоғамдық дерттің тамырына балта шабу үшін білім беру мекемелері, діни ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары бірге күресуі тиіс дейді автор. 70 жылдары әлем нарығында банан мен кофе экспорттаудан көшбасшы болған Анголаның бүгіндегі ауыл шаруашылығы саласы тоқырап қалды. Оған 27 жылға созылған соғыс салдары себеп. Мұнайлы елдің бұлыңғыр болашағы тек экономикасын әр тараптандырғанда ғана оңалмақ. Оның ішінде ауыл шаруашылығына басымдық берілуі тиіс дейді тілші. Экспорттаушы мәртебесін өзіне қайтару үшін ел үкіметі бүгінде егіс алқаптарын қалпына келтіру ісіне инвестиция құюда. Алқап көлемі 58 миллион гектар суармалы жер. Фермерлер мұнай қара алтын болса, банан жасыл алтынымыз дейді. Банан табысы жоғары өнім. Мәселен, бір ферманың банан саудасынан түсіретін табысы $100 миллион жетеді деп аяқтайды тілші. Екінші Лиза, француз өнер зерттеушісі Джаконда портретіндегі суреттің астынан тағы бір әйелдің бейнесін анықтады деп жазады La Stampa басылымы. BBC телеарнасы Мона Лиза құпиясы деп аталған деректі фильмін көрсетті. Суреттің құпиясын Паскаль Кот есімді инженер-оптик ашып көруге тырысқан. Ол өнер туындыларын спектографиялық сараптамадан өткізу жүйесін жасақтаған Lumiere Technology компаниясының негізін қалаушы және басқарушысы. Мона Лизаны сараптаудан өткізген ол әлемге әйгілі әйел бейнесінің астында оған мүлде ұқсамайтын тағы біреудің суреті барын анықтады. Бұл Джаконданың шын мәнісінде түрі өзге әйелдің портреті болуы мүмкін екендігінің белгісі дейді Кот. Астындағы бейненің ерекше болғанымен біздің көзімізге көрінетін бейнеден асып түспесі анық. Леонардо осы портрет үшін 10 жыл бойы көз майын тауысса да, оған қараудан жалықпаған делінеді мақалада. Шебер туындыны Флоренциядан Миланға, әрі қарай Францияға келген. Егер Кот сараптамасы рас болса, бұл шедевр тарихын білуге үлкен үлесін қосады деп аяқтайды автор.